Құрметті тыңдаушылар, біз келесі дәрісімізді әрі қарай жалғастырамыз деуге болады. Ол алдындағы 13-ші дәрісте сырғанау тәсілдері нақты металдарды қысымын өңдеу үрдістеріндегі меншікті, деформациялы меншікті немесе толық күшін анықтау үшін қолданайық. Бұл келесі 14-ші дәріс сырғанау сызықтары әдістерінің классикалық есептерде бұл есептер металдарды қысымын өңдеу теориясындағы әдебиеттерде кеңінен келтірілген. Сондықтан да осы екі жазықтық плит арасында клин тәрізді денені өңдеу кезінде кернеулі күйін меншікті толық күшін анықтау үшін қазір осы сырғанау сызықтар әдістерін қолданайық. Мені есепті мен жаңа айтып кеттім, енді қазір тоқтап кетейік. Жазық бетті понсон арасында, понсондық жазық понсон арасында клин тәрізді денені деформациялағанда сырғанау сызығы әдісімен меншікті және күшін анықтайық. Және түйісу бетінде екеуіміз күші нөлге тең деп қабылдаймыз. Дененің ұзындығы шексіз дейміз, сондықтан деформацияны жазықты деп қабылдаймыз. Және ең барыншы міндет ол осы екі плит арасында, жазықтық плит арасында, плита деуге де болады, понсон деуге де болады, аспаптың атауы. Денені деформациялағанда бірінші міндет осы сырғу сызықтарды өрісін салу. Осы жоғары алдындағы 13-ші дәрісте айтылған сырғу сызықтары қасиеттерін пайдалана отырып алдымен сырғу сызықтардың өрісін тұрғызуымыз керек. Мұны шешуі дененің ұзындығы шексіз, сондықтан да шексіз болғанда енді шегі бар ғой. Деформация өзгеруін ескермегеннен оны жазықтық деп қабылдаймыз. Екеуіміз күші нөлге тең дейміз жанасу бетінде. Сондықтан екеуіміз коэффициенті нөлге тең болған кезде сызу сызықтары жанасу бетінде 45 градус бұрышымен шығады. Бұл тағы да бір қасиеті. Сырғанау сызықтарын өткендегі 13-ші тақырыптағыдай жаңағы орташа кернеуін өзгеру қасиетін біз толық тоқтап кетсек, бұл да қазіргі мен көрсетіп жатқан ол да сырғанау сызықтарының ең басты бір қасиеті. Екеуіміз болмаған жағдайда сырғу сызықтары екеуіміз жанасу бетіне 45 градус бұрышымен шығады. Әрі сол беттен астындағы сырғу торысы, сырғу сызықтардың торысы үшбұрышты АБЦ, мына үшбұрышты АБЦ бұрышы болып келеді. Және сырғу сызықтары бос беттерінде, кернеулер жоқ бетперінде де 45 градус бұрышымен шығады. Және осы бос беттерінде сырғу сызықтар үшбұрыш болып келеді. Мына жерде көрсетілген ол үшбұрыштар мына АБЦ деп тұр мына жерде. Және F, Ж, Е, Б, Д, Е деп көрсетілген үшбұрыштар сырғанау сызықтарына. Енді өтпелі аймағына келе, өтпелі аймағына ана доғалар. Бұл жерде де сырғанау сызықтарын қасиеттерін пайдалана отырып, сырғанау сызықтары үздіксіз бір-бірімен өзара перпендикуляр қиылысады деген қасиеттеріне сүйемелденіп, бұл аймақта, бұл аймақта жаңағы
өтпелі аяғында БЦД дейді. БЦD және EDF, BCD аймақтарында сырғанау сызықтары радиалды, торысы радиалды болып келеді, және бұл жүйесі В және Е нүктесінен шығатын тік сызықтар болып келеді. Ал басқасы доғаларға өзара перпендикуляр болып келетін доғалар, көрсетілген доғалар. Енді еркін бос беттерінде АБ, мінекей АБ бос және ЕЖ беттерінде А нүктесі бетіне нормальды сигма Z А, ана А нүктесі нормальды сигма Z, нормальды сигма Z А кернеу нөлге тең болып болады. Ал оған перпендикуляр бағытында, оған перпендикуляр еркін бос беті бағытында сигма XA сығушы нормальды кернеу болып келеді, және сигма ZA дедік, бос бетіне перпендикуляр бағытында нөлге тең болған пластикалық шартынан сигма XA, А нүктесіндегі сигма X нормальды кернеу минус 2К-ға тең болады. Сигма XA 2К-ға тең болады. Сол нүктедегі орташа кернеуі, егер жаңа сигма Z А нөлге тең болса, орташа кернеуі жаңа пластикалық шартынан сол А нүктесіне минус К пластикалық тұрақтығына мәніне тең болады. Міне біз сырғу сызықтар торысы салынған соң, мысалы А нүктесіндегі орташа кернеу мәнін анықтадық. Сырғу сызықтарындағы бір қасиеті ол көршілес түйінді нүктелеріндегі орташа кернеуін анықтау үшін біз сырғанау сызықтар торысымен қоса, осы бір нүктедегі орташа кернеу мәнін білуіміз керек. Әйтпесе біз басқасында түйінді нүктедегі орташа кернеулер мәнін анықтай алмаймыз. Сондықтан міне біз А нүктесіндегі орташа кернеуін минус К-ға тең деп анықтадық. Осы еркін бос бетіндегі А нүктесіндегі түйіскен бетінде М нүктесінде өткенде сырғу сызықтары бұралады. Сондықтан біз міне 13-ші дәрістегі Ренки теңдеуін қолданамыз. А нүктесіндегі орташа кернеу бізге белгілі, М нүктесіндегі орташа кернеу бізде анықтауымыз керек, және 2К пропорционал дедік, және гамма бұралу бұрышы. Тағы да суретке тоқтап кетейік. Міне А нүктесіндегі орташа кернеу бізге белгілі, және осы үшбұрыш аймағында біркелкі кернеулі күй дегеніміз, онда түйінді нүктелеріндегі барлық осы үшбұрыштағы аймағындағы түйінді нүктелеріндегі орташа кернеуі бірдей, бір-бірімен тең болады. Мінекей, және мына EF сызығына дейін тұрақты болады. Ал осы мен көрсетіп тұрған нүктеден келесі үшбұрыштағы DE сызығы бойындағы нүктесіне дейін ол өзгереді, және бұл бұрыш, бұл өзгеру бұрайын айтып кеттік, бұралы бұрышы осы суреттен геометриялық көзқарасы бойынша, мысалы гаммаға тең болады, бұралы бұрыш. Мысалы мына М түйісі бетіндегі М нүктесі, біз көрсетіп кеттік формулада, М нүктесіндегі орташа кернеуін анықтау үшін Генки теоремасын қолданамыз. А нүктесіндегі біз орташа кернеуіміз белгілі, анықтадық, ол осы сызық бойынша өзгермейді дедік, және осы мына М нүктедегі орташа кернеуін анықтау үшін
Genki teoремасы қолданамыз. Мұнда genki теоремі бойынша осы екі нүктедегі орташа екеуінің айырмашылығы гамма көбейтілген 2-ға тең болады. Оны біз 13-ші дәрісте толық көрсеткенбіз. Осыдан М нүктесінің орташа кернеуі келесіге тең болады. Bir қатар түрлендіру өткізу үшін келесіге тең болады. Сонда түйісу бетіндегі немесе БДИ барлық аймағында бір келкі дедік. Және сигма Z, сигма X сығушы немесе қысу кернеулері әсер береді дедік. Бірақ сигма Z кернеу абсолютті мәлімесі үлкен болса да минималды болады. Пластикалық теңдеу бойынша, пластика шарты бойынша біз қайттан соны қолданамыз. Және алдындағы теңдеуді қолдансақ, осы Z немесе вертикалды өсі бойындағы кернеу, сигма Z М кернеуін анықтаймыз. Ол тең болады минус 2К жақшаның ішіне бір қосылған гамма. Жазықтық деформацияда К тұрақтық, біз оны назар аударыңыздар. Ең басты шама болғанса назар аударсын деп отырмын. Қадегі пластикалық тұрақтық мәні ол аққыштық шегі арқылы анықтаймыз. Материалдың немесе дененің аққыштық шегі арқылы анықтаймыз. Сигма Т бөлінген түбірасты 3 және осы М нүктесіндегі сигма Z меншікті күшіне тең болады. Сонда меншікті күшіміз алдыңғы теңдеуге назар аудардыңыздар, мұны кеме көрсетіп тұрмын. Минус теріс таңбасын ескермеуге де болады. Сонда нәтижесінде 2 сигма Т бөлінген түбірасты 3 бірі қосылған гаммаға тең болады. Ал толық күші осы П меншікті күші көбейтілген Пуансонның еніне. Мына жерде М нүктесінде біз меншікті күшін анықтасақ, стрелка нұсқаушылармен көрсетілген, оның қосындысын алсақ, онда осы денені деформацияланатын толық күшінде анықтай аламыз. Міне сырғанау сызықтар әдісі біз нақты екі плита арасындағы клин тәрізді денені деформациялаған кезіндегі меншікті және толық күшін анықтадық. Енді осы толық және меншікті күшін екінші тағы да тәсіл кеңінен қолданады. Металдар қысымын өңдеу пластикалық теориясын ол ең жоғары бағалы әдістер дедік. Міне осы алдындағы шешімі бойынша немесе салынған сырғанау сызықтарын өрісі бойынша және оны симметриялық пайдаланып сырғанау сызықтар және өтпелі аймағындағы доғаны түзу сызық оны айырбастап кесіндісімен емес айырбастап нәтижесінде біз кинематикалы мүмкінді қатанды үшбұрышты блоктардан тұратын өрісін аламыз. Немесе басқаша гадоғұрып дейді. Гадоғұрып деп айтады. Немесе полюстан алдымен біз полюстан немесе қозғалмайтын нүкте дейді. Мына жерде көрсетпеген Пуансонның жылдамдығын көрсетеміз. 0,5 дейді. 0,5. Ары қарай бірінші блоктың үшбұрышты блоктың жылдамдығын біз көрсетеміз. Мына 0,1 деген ол мына қатанды зона, мына жақ қатанды зона, мына тұрған 0. 0,1 деген мына сызыққа параллель жүргіземіз полюстан. Және осы блоктың жылдамдығын мына гадоғыровты көрсеткен. Немесе жылдамдықта жоспар деді 0,1. Дәл солай басқадай екінші блоктың жылдамдығын анықтай аламыз. 0,2-ге параллель жүргіземіз. 0,2 сызыққа полюстен. Дәл солай үшінші блок 0,3 мұны шекарасында сызыққа параллель жүргіземіз. Ең соңында бос еркін 3,4 деген еркін беті, бос беті параллель жүргізсек және полюстан осы бос бетте перпендикуляр бағытында
сызық көрсетсек, онда бос бетіндегі жылдамдықтарын көрсете аламыз. Жылдамдықтар мәндері. Мына жерде мысалы 0,5 жылдамдық, Пуансон жылдамдығын біз өзіміз қабылдаймыз, еркін. Енді пресстің техникалық мүмкіндігіне байланысты ешіктеген екені біз қабылдасақ, нәтижесінде басқа жылдамдықтары біз осы жоспардан оңай анықтай аламыз. Міне нәтижесінде міне А үшбұрышты қатанды блоктар және жылдамды Гадограф. Жаңағы мен айтып кеткендерім міне келесі жазбада келтірілген 0 жаңағы жоғарыда қатанды зонада 1, 2, 3 қатанды блоктар бос беті Бенз, Пуансон және блоктар арасындағы сызықтарды, шекараларды 2 цифрымен біз белгілейміз. Және оған сәйкес ұзындықтарды ел 1, 2 деген мына ұзындығымыз, мына 2-де 3 және тағы да басқа ұзындықтарда, гадографтарда біз ел сәйкес индекстермен белгілейміз. Мына жерде гадографтарды тұрғызу тәсілімен айтып кеттім. Келесіде ол мына жерде толық қалай салу, тұрғызу екенін көрсетілген. Мен тағы да қайталап кеттім. Пуансон жылдамдығын біз 0,5 мен оны гадографта көрсеттім. 0,5 деп көрсеттік. Пуансонның қозғалу барысы үстінде нүктесі бар, ұмытпасаңыздар. Ол 9-шы немесе 10-шы дәрісте біз айтып кеткенбіз. Мен 0,5 деп векторды өткіземіз. Осы вектордың соңынан басқа да жаңағы векторларын өткіземіз. Оны мен көрсетіп кеткенмін жаңағы. Нәтижесінде біз міне басқадай блоктардың міне жылдамдықтарын да анықтаймыз және міне осылай белгілейміз. Нәтижесінде міне келесі ең бастысы ең жоғары бағалау әдісін қолданған кезде келесі формуласы қолданамыз. П меншікті күш көбейтілген жаңағы жылдамдықтарын ашып жазған кезде қосындысы бізде жерде үшбұрыштар үшеу ғой. Солардың қосындысы келтірілген. Мына жерден ашып жазсам, мында үшбұрыш блоктар шекара бойындағы жылдамдықтары біз оны көрсеттік. Жаңағы гадографтан үшбұрыштар жақтарының ұзындығы ва түйісу бетінің ұзындығы және ол нөлевой үстінде түктес мүшесі қозғалу жылдамдығы, жұмыс мүшесі деп, және аспаптың қозғалу. Нәтижесінде біз осы шешімі келесі формула арқылы анықтаймыз. Және осы алынған формулаға нақты жаңағы жоғары суреттерден және жылдамдықтарын бәрін сызғышпен және қабылданған мәндер және ұзындықтар сызғышпен мәндерін қойсақ, ашып жасақ, мына жерде қосындысы ғой, тау ол тұрақты, ел ұзындығын жылдамдықтар гадографтан аламыз. Елді жаңағы ел 0,1 жаңағы А суретінен аламыз, жаңағы ұзындығы тағы да көрсетіп кейін, ол мына жерде елдімін 0,1 деген ұзындығы, 1,2 ұзындығы келесі, 0,2 ұзындығы жылдамдықтардан гадографтан аламыз. Және осы теңдеуді ашып жазсақ, мұндағы тау К сигмадан бөлінген градус 3 дейді. Және берілген осы қарастырылған есепте қазір гамма бұрышы 20 градусқа тең, немесе пи бөлінген 9 радиан. Және аққыштық шегі сигма Т 20 мегапаскальға тең деп қабылдап алсақ, мына сырғу сызықтар әдісімен 31-16 мегапаскаль болады. Ал жаңағы ең жоғары бағалау әдісі бойынша міне қарап отырсаң 34,43 мегапаскальға тең болады. Және салыстырмалы айырмашылығы екі тәсілмен анықталған сырғу сызықтары мінекей. Және піштірек жоғары бағалау әдісімен анықталған мәні 10%-дан аспайды. Бұл шешім әділетті деуге де болады. Және алынған П мәні сырғу сызықтар арқылы алынған П мәні оны жоғарғы бағасынан піштірек мәнінен аз жағына қарай төмен сипатталады, немесе төменгі бағасы деп атайды.
атайды. Осы шегінде жаңағы клин тәрізді дененің деформацияланатын меншікті күші. Сонда мен осы салынған сырғу сызық торларымен жаңағы сырғу сызықтардың торымен оның жылдамдықтың өрісі немесе гадауыры осы сырғанау сызықта дұрыс тұрғызылғанын көрсетеді. Өйткені ол кинематикалық мүмкінді жылдамдық өрісін талабын қанағаттандырады. Міне мен осымен бір есепті ғана сіздерге тоқтап кеттім. Дәл осылай осы әдісті басқадай металдар қысымын үрдістерді пайдалануға болады. Тек қана клин тәрізді дене емес, басқадай денелерді созуда, немесе соғуда және тағы да басқа оларды біз практикалық және өздік жұмыстарында тоқтап кетеміз және ары қарай осы әдістерді пайдаланамыз. Міне осымен мен осы сырғу сызықтар тәсілі тақырыбын аяқтап отырмын.